Сәлем құрбылар, бүгін мен сіздермен әйгілі жапон косметолог Беткедің күріштен жасалынатын, бетті ағартуға, нәрлендіруге және әжімдерден қорғайтын ең оңай масканың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоямыз. Бұл масканы қолданып келе жатқаныма 1 жылдан асты. Қазір мен 30 емес, 20 жасқа жасардым. Масканы жапон әйелдері кеңінен қолданады. Сондықтан бізге 2 ас қасық күріш қажет. Және бізге осындай дәрумені керек. Бұл кез келген дәріханаларда сатылады. Содан кейін осындай какос майы. Какос майы болмаса, зәйтүн майын қолдануға болады. Және бізге сүт керек. Алдымен күрішімізді суға қайнатып аламыз. Суда әбден езіліп пісу керек. Одан кейін оны піскеннен кейін тостаққа салып аламыз. Содан соң бір тегіс етіп блендерден өткізіп аламыз. Ешқандайда комок, кесектер қалмау қажет. Одан кейін осылай ситодан өткізіп аламыз. Егер сізде сито болмаса, өткізбеуге де болады. Әдемі бір келкі масса шығады. Енді бұған 2 ас қасық ерітілген какос майын құямыз, немесе зәйтүн майын құюға болады. Араластырамыз және үстіне 2 ас қасық сүт құямыз. Одан кейін дәруменін инемен тесіп ішіне құямыз. Негізі дәрумені күріштің өзінде де болады, бірақ тері құрғақ болмас үшін осылай дәруменін қосқан дұрыс. Және әдемілеп араластырып, осындай бос құтыға салып қоямыз. Масканы аптасына 3 рет қолдансаңыздар жеткілікті. Бір жаққаннан беттеріңіз нәрленіп ағарады. Мимикалық әжімдер жазылып, теріңізге балғындық сыйлайды. Бетіңізді жуып болғаннан кейін осылай жұқа етіп масканы жағып шығамыз. Масканы бетіңізге және маңдайыңызға, мойныңызға, көз айналасының барлығын жағып шығамыз. Масканы қолыңызға да жағуға болады. Жапон косметологы Беткедің тағы сіз білмейтін менің қолданып жүрген құпия маскалардың рецептісін білгілеріңіз келсе, менің арнама жазылып қойыңыздар. 15 минуттан кейін бетімізді жуып, кез келген ылғалдандыратын крем жағамыз. Келесі масканы күтіңіздер.